Ассалаумағалейкум. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бауырды жақсы тазалайтын 5 сусын туралы айтатын боламын. Бауырдың саулығы бет бейнемізден белгілі болады. Өйткені бауыр таза болса, теріміз өңді сұлу болады. Бауырды түрлі әдістермен тазалауға болады. Соның ішінде мен қарапайым сусындармен жуу әдісін айтайын. Біріншіден сәбіз шырыны. Сәбізді шикідей жесеңіз де, шикі сәбіздің шырынын дайындап ішсеңіз де көмегі өте зор. Егер сәбіз шырынымен саумалды араластырып ішсеңіз, бауырыңызды жаңа қалпына келтіре аласыз. Сәбіздің құрамындағы флавоноид, бета-каротин және А дәрумені адам ағзасына, әсіресе бауырға өте пайдалы. Көктен дайындалған сусын. Көктерге қырыққабат, саумалдық, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк пен ақжелкен жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз болады. Ал бірақ сусын әзірлеп ішсеңіз, бүкіл ағзаңыздың жұмысын жақсартуға болады. Сонымен қатар бауырды тазалап емдейді, әрі денсаулықты ұзаққа сақтайды. Көк шай. Сіз бүкіл ағзаңызды улы заттардан тазартып, зат алмасу жұмысын жандандырғыңыз келсе, алысқа көз тікпей қойыңыз. Ас үйіңіздегі көк шай сіздің арманыңызды әп-сәтте орындайды. Көк шай улы заттарды жоятын антиоксидантқа бай. Бұл сусын майды ерітеді, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күнде бірнеше кесе қантсыз көк шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Ем кезінде кофе, қара шай, газдалған сусындан үзілді-кесілді бас тартқан дұрыс. Және күркума шайы. Күркума ас үйден орын алатын дәмдеуіш. Сонымен қатар бауырдың саулығын жақсартатын қолжетімді дәрі. Таза, тегіс, жаңа жас теріге ие болғыңыз келсе, бауырыңызды тазартыңыз. Ол үшін күркумадан шай әзірлеңіз. Дайындау әдісі. 1 шай қасық ұнтақты 1 литр қайнаған суға салып, 10 минуттай баяу отта қайнатасыз. Оған аздап лимон шырыны мен шым-шым қара бұрыш араластырып ішіңіз. Және де цитрусты жеміс шырыны. С дәрумені мен антиоксидантқа бай цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан бұл жемістерді жиі жеңіз. Лимон, грейпфрут, апельсин, лайм сынды жемістердің ас мәзіріңізден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіз үйде арнайы аппараттың көмегімен ұнатқан жемісіңізден шырын дайындап ішіңіз. Ең тиімдісі және пайдалысы лимон шырыны екенін естен шығармаңыз. Және де қызылша шырыны. Қызылша бауырдың айналмас досы десек артық айтпаймыз. Ол қан айналымын жақсартады, қанды тазалайды. Нәтижесінде бауырдың жұмысы жеңілдеп, артықшылықтан арылады. Егер қызылша шырынын сәбіз, лимон немесе зімбір, қарбыз шырындарымен араластырып ішсеңіз, барлық ағзаңызды аурудан сақтап, жалпы саулығыңызды жақсарта аласыз. Және де есіңізде болсын, ұсынылған сусынды күнде 3 рет 200 граммнан ішесіз. Емді 1 ай бойы жалғастырғаныңыз абзал. Бауырыңыз ауырып жүретін болса, алма шырынын, банан, авокадо және де сұлы гүлді қырыққабатты көбірек жесеңіз дұрыс. Бүгінгі айтарым осы. Бейне ұнаса лайк басып, комментария жазыңыздар. Арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.